Бөдененің құйрығы неге қысқа? Ертеде бір асқар таудан ешбір құс асып өте алмапты. Қыран құстың барлығы талаптанып көріпті. Бірақ шамалары келмепті. Бүркіттің де меселі қайтыпты. Ең соңында енді кім қалды дегенде бөденеден басқаның бәрі сыннан өтіп біткен екен. Бөдене бағын сынамақ болып тәуекел етті, тас жұт, ажал келмей өлім жоқ деп ұша жөнеледі. Ол да аса алмайды. Ызаланған бөдене құлдилап келіп, тауды көкірегімен соққанда тесіп өтіп, арғы беттен бірақ шығады. Содан бері бөдене көкірегін жерге соғып қонады екен. Тауды тесіп өткенде құйрығы қысылып қалып қойыпты. Оған дейін бөдененің құйрығы қырғауылдың құйрығындай ұзын болған екен деседі.